Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bağırlar. Bizim қоғамымызда bir талқыланатын тағы бір мәселелердің бірі ол тәсбih қолдану. Немесе электронды тәсбихлер, немесе мынау сияқты тәсбихлерді қолдану, немесе жаңағындай электронды тәсбихлерді қолдану. Бұны қолдану біздің шариғатымызда бар ма? Кейбір бауырларымыз айтады, бұл біздің шариғатымызда жоқ, бұл бидаат, яғни біздің шариғатымызға қатысы жоқ нәрсе деген сияқты кейбір пікірлерді айтып жатады. Біз бүгін соны ашықтауға әрекет қыламыз. Алланың рұқсатын, Алланың қалауымен. Бұл шариғатта бізде бар ма? Бізде әлбетте белгілі ең бірінші кезең бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезеңі. Біз сол кезеңге қараймыз бірінші кезекте. Екінші кезең сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан дәріс алған, сол кісінің жанында болған сахабалардың кезеңі, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін кезең. Сахабалардың кезеңі. Одан кейін сол сахабалардан дәріс алған табиғиндардың кезеңі. Осы үш кезеңге көбінесе мән беріледі. Біз осы үш кезеңде осы сияқты тәсбихлер болды ма, олар қолданды ма, немесе бұл сияқты дәл осындай жіпке тізілген болмаса да балама түрде болды ма басқаша деген сияқты мәселелерді біз бүгін қарастырып көруге әрекет қыламыз. Бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезеңіне қарайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әйелдерге, риуаятта келетін әйелдерге қолмен тәсбих қылуды, қолмен санауды бұйырған, айтқандығы келеді. Және де тағы да риуаяттар бар. Абу Даудта, Термизиде, Насаиде, Ибн Хиббанда келеді, және Хакимнің риуаятында имам Хаким бұны сахихул иснад дейді. Иснады, санаты, тізбегі сахих екендігі жайында айтады. Ан Саид ибн Аби Ваққас, сахаба Саид ибн Аби Ваққастан келеді. Ол кісі айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге бір әйелге кірдім дейді. Бір әйелдің жанына кірдік дейді. Енді ол әйел кім екендігі жайында басқа риуаятта София деген әйел екендігі айтылады. Сол кісіге кірдік дейді. Ол әйел кісі алдында құрманың дәнектері бар еді, немесе тастар бар еді дейді. Басқа риуаятта 4000-ға жуық тастардың болғандығы айтылады. Арбаату алаф деп 4000-ға жуық тастардың болғандығы айтылады. Сол тастармен тусаббиху бихи, ол әйел не қылып жатыр дейді? Бұлай өткізіп, жаңағы тәсбих қылып жатқан еді дейді. Бірақ жіпке тізілмеген. Жайлы бұлай тұрған тастарды бір-бірден мына тарапқа, мына жақта үйіліп тұрған болса, бұлай қарай тәсбих айтып, жаңағы өткізіп жатқандығы жайында айтылады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған не деді? Ухбируки, саған бима хуа айсару алейки мин хаза ау афдал. Бұдан да абзал, бұдан да жеңіл. Бұлай битіп санап отқаннан көрі, бұдан да жеңілдік, абзалырақ нәрсені айтайын ба деді. Содан кейін жаңағы бұлай деп айт деп сөздерді үйретеді. Ол сөздер субханаллахи адада халқи деген сөз айтады. Алла жаратқан нәрсесінің санын бойынша Алла пәк. Субханалла, Алланы пәктеу ғой енді. Бұл сол субханалла, Алланы пәктеу болсын. Қанша саны Алла жаратқан мақлұқаттарының санындай сонша субханалла болсын деп осылай үйретеді. Демек, бұдан біз нені түсінеміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезінде де дәл қазіргі күніміздегіндей жіпке тізілген тас болмаса да, бірақ та кейбір тастармен қолданған сахабалардың болғандығы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды көргендігі жайында бұл бізге не болады екен? Дәлел болады екен. Дәл осы хадисті біздің Ханафи мазхабының үлкен ғалымы Аллама ибн Абидин рахимахулла өзінің хашиясында былай деп айтады. Ла бәса биттихази субха. Субханы, тәсбихні алып ұстап жүру ешқандай бір ода тұрған ағаттық жоқ дейді. Ва далилул жауаз, бұның рұқсат екендігіне дәлел жаңағы осы хадис айтады. Біз жаңағы айтып кеткен хадис айтады. Сосын былай деп айтады. Аллама ибн Абидин рахимахулла былай деп айтады. Ва лам янхаха ан залик. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны әйелді қайтарған жоқ дейді. Яғни негізінде, жалпы негізінде
пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында шариғатқа қайшы, бір тозаққа апаратындай бір сондай бір шариғатқа қайшы бір нәрсе істелетін болса, біз білеміз, пайғамбар саллаллаху жүзі қызарып кететін, ашуланып кететін дереу. Өйткені пайғамбар саллаллаху өзіне жеке істелінген нәрсеге ашуланбайды негізінде. Тіпті біреу келіп жағасынан ұстаса да пайғамбар саллаллаху ашуланбағандығы бар. Яғни ол өзіне істеліп жатқан нәрсеге ашуланбайды. Бірақ шариғатқа істелініп жатқан нәрсеге пайғамбар саллаллаху ашуланатын болған. Жаңағы әйелдің істеп жатқан тасты мына жаққа субханалла, субханалла деп өткізіп жатқанына пайғамбар саллаллаху ашуланған жоқ. Керісінше не қылды? Осынша уақытты кетірмей жаңағы бір сөздерді үйретті. Бұдан да сауабы көбірек алатын сөздерді үйретті. Ол қандай сөз? Жаңағы Алланың жаратқан мақлұқаттарының саны бойынша Аллаға сондай субханалла болсын, сондай көп болсын деп соны үйретті дейді. Осыны имам Ибн Абидин рахималлаху айтады. Лау кана макрухан, егер бұл макрух болғанда дейді, осы таспен субханалла деп таспен жаңағыдай қылу макрух болған дейді, лабайяна залик, пайғамбар саллаллаху оны айтатын еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны айтатын еді дейді. Вала тазиду субха аля мадмуни хазал хадис. Ал күніміздегі, қазіргі күндегі мынандай таспихтар дейді, осы хадистің мағынасынан шығып кетпейді дейді. Илля тек қана бір ғана айырмашылығы бар, бидон мин нава фи хайд. Тек қана бұлар жіпке тізілген дейді. Ол кезде жіпке тізілмеген, қазіргі күнімізде ол жіпке тізілген дейді. Осы ғана айырмашылығы бар дейді. Ва мислу залика ла ядхар та'сирул мана. Бұндай айырмашылықта бір қатты не емес дейді. Үкімге әсер етіп жіберетіндей бір айырмашылық жоқ дейді. Бұл өйткені ол кезде жіпке тізілмеді, қазір жіпке тізіліп тұр. Болды, басқа ешқандай не жоқ дейді, айырмашылығы жоқ дейді. Сондықтан да егер макрух болғанда пайғамбар саллаллаху міндетті түрде баяндау керек. Тіпті керек болатын болса пайғамбар саллаллаху егер макрух болғанда баяндау уәжіп еді. Өйткені жамандық көрген кезде пайғамбар саллаллаху одан қайтару бүкіл пайғамбарларға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ол уәжіп болады. Жамандық көрген кезде одан не қылу, міндетті түрде қайтару, тыйым салу пайғамбарларға не болады екен? Уәжіп, міндет болатын нәрсе екен. Демек бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманындағы болған нәрсе, содан біз не қылдық? Дәлел айттық. Және енді сахабалардың өміріне келейік. Пайғамбар саллаллаху заманына айтты. Енді кімдердің заманына түсеміз? Сахабалардың заманына түсейік. Сахабалардың заманында имам Абу Дауд рахимахулла бір хадис риуаят қылады, бір оқиға риуаят қылады. Ол жерде Абу Надр Туфауа деген табиин, яғни сахабалардың көзін көрген кісі табиин деген. Сол кісі айтады, мен Абу Хурайраның үйіне қонақта болдым дейді. Абу Хурайраның үйінде қонақта болдым. Ол кісі сияқты белсенді, ол кісі сияқты қонақжай, қонақты күтетін адамды көрген жоқпын дейді. Содан кейін мына оқиғаны айтады. Абу Хурайра төсегінде жататын еді дейді. Төсегінде жататын еді. Сөйтіп ода бір қалташа сияқты нәрсе бар еді дейді. Ішінде тастар толады дейді. Тас немесе құрман дәнектер деп айтады. Сола толады дейді. Соны алып, таспих айтып, жаңағы қалташасынан алып, таспих айтып, шетке қоя беретін еді дейді. Кейін таспих біткен уақытта жаңағы күңіне, өйерде жаңағы күңі бар еді дейді, соған беретін еді. Ол қайттан жаңағы тастарды қалтаға толтырып, қайттан Абу Хурайраға беретін еді дейді. Мен соны өзім жаңағы не қылдым дейді, көрдім дейді. Осын имам Абу Дауд рахимахулла келтірген бізге. Демек, бұдан да біз нені түсінеміз? Сахабалардың кезінде де жаңағы тастармен таспих айту, субханалла сияқты зикр таспих айту бар екендігін көреміз. Және де Ибн Аби Шайба рахимахулла өзінің мұсаннафында Аби Саид Худри деген сахаба, радиаллаху анху сахабадан былай дейді. Аннаху кана юсаббиху бил хаса. Аби Саид аль-Худри сахаба не қылатын еді дейді, тастармен таспих айтатын еді деген риуаятты келтіреді. Және де сол кісі Ибн Аби Шайба мұсаннафында Саад ибн Аби Ваққастың кана юсаббиху бил хаса, тастармен таспих айтатын еді деген риуаятын тағы да келтіреді. Бұл демек сахабалардың кезеңі. Енді біз айттық, пайғамбар саллаллаху кезеңін айттық, сахабалардың кезеңін айттық. Енді сахабалардың көзін көрген табиғиндардың кезін айтатын болсақ, бізде өте үлкен табиғин бар. Бұл 70-ге жуық сахабадан дәріс алған табиғин. Бұл Хасан Басри деген табиғин кісі. Сол кісінің шәкірті айтады. Омар Мәкки деген шәкірт айтады, мен ұстазымды көрдім дейді. Қолында таспихы бар еді дейді. Содан кейін айттым дейді. Я ұстаз, ей ұстазым, ма азми ша'ник ва хусни ибадатик анта иля ан ма субха.
осындай ұлы дәрежеге жетсең де, осындай әулиелік сондай үлкен дәрежеге жетсең де әлі тәсбih ұстап жүрсің бе деп жаңағы айттым дейді. Сонда Хасан Басри былай деп айтты дейді. Хаза шайун кунна истамалнаху фил бидая. Бұл нәрсе дейді, бұл тәсбih дейді. Біз бұны Аллаға жақындау жолына, сол түскен жолдың басында, сол Аллаға жақындауға жолға түсті ғой енді, мысалы ілім алу жолы, Аллаға қалай жақындау керек жайында үйрену, шәкірт болу, сондай кезеңдің басында шәкірт болу, сондай сахабалардың шәкірті болып жүру, сондай кезеңнің басында біз бұны қолдандық дейді. Енді ұстаз болып үлкен ғалым болған кезде де бұны біз тәрк еткіміз келмейді деп айтады дейді. Инни ухиббу ан азкураллаха биқалби ва бияди ва билисани. Мен Алланы жүрегіммен де, тіліммен де, қолыммен де тәсбих зікір еткенді ұнаттым деп Хасан Басри үлкен табиғин рахимахулла айтады екен. Және де біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезегін айттық, сахабалардың кезегін айттық, табиғиннің кезегін айттық. Енді одан кейінгі бер жақтағы ғалымдардың кейбір пікірлерін айтып кетейік иншалла. Ибн Жаузи рахимахуллахтың пікірін айтайық. Инна субха мустахаб. Тәсбих қолдану бұл мустахаб дейді. Лима фи хадис София. Жаңағы хадис қой, Софияның хадис, жаңағы баста айтып кеткеніміз бірінші хадис, соның хадисіне орай дейді. Анха канат тусаббиху бинаван ау хасан. Ол жаңағы София не қылатын еді дейді, құрманың дәнегімен немесе тастармен тәсбих айтатын еді дейді. Вақад ақорраха наби саллаллаху алейхи аля фи'лиха. Пайғамбар саллаллаху алейхи оның істін көріп қайтармады дейді. Яғни оның қайтармауы, үндемеуі, бұл оның үндемеуінің өзі бізге дәлел болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи қайтармауы, үндемеуінің өзі бізге дәлел болады дейді. Ва субха фи ма'наха. Ал қазіргі тәсбихтер дейді, ол кісі де кейінгі ғалым ғой енді. Қазіргі тәсбихтарда сол София анамыздың істеп жатқан нәрсесінің мағынасы бір дейді. Яғни формасы басқаша болса, мағынасы бір дейді. Из ла яхталифил ғараду. Өйткені мақсат бөлек емес дейді. Бұл тәсбихті қолданудан да мақсат сол. Жаңағы пайғамбар саллаллаху кезіндегі София деген әйел кісінің де тастарды мына жақтан мына жаққа өткізіп қолдануында мақсат сол дейді. Ла яхталифу ал ғарад. Мақсат ауыспайды, басқаша емес дейді. Ан кауниха манзуматан ау мансуратан. Ол мансура жайылып жатсын, немесе манзума болып бір бүйтіп тізбекке бүйтіп жіпке тиілсін. Ешқандай екеуінің несі жоқ дейді. Мақсаты бір дейді, айырмашылығы жоқ дейді. Және де біздің ханафи ғалымдарынан Мулла Али Қари рахимахуллахтың пікірін айтып кетейік. Өзінің Мирқат деген кітабында Шарх Мишкат былай дейді. Хаза жаңағы хадис бар ғой, жаңағы бірінші айтқан хадисіміз. Саид ибн Аби Уаққастың пайғамбар саллаллаху алейхи бір әйелдің алдына кіргендігі жайында хадис. Сол хадистің шархында айтады. Сол хадистің түсіндірмесінде айтады. Хаза аслун сахихун ли тажуизи субха. Бұл хадис дейді, субханың, тәсбихнің қолдануға рұқсат екендігіне негізгі хадис болып есептелінеді дейді. Битақририхи саллаллаху алейхи уассалам тилкал мар'ата. Жаңағы әйелді пайғамбар саллаллаху алейхи құптауы болды бұл жерде. Құптау дегенде үндемеуінің өзі құптау болып есептелінеді. Бұл кісілер солай түсіндіріп жатыр. Из ла фарқа байнал манзумати вал мансура. Өйткені дейді, жайылып жатумен жіпке тізудің арасын, жіпке тізілген тәсбихпен жайылып жатқан тәсбихтің арасында айырмашылық жоқ дейді. Және қараңыз, өте жақсы сөз айтады. Вала я'тадду биқаули ман аддаха бид'a. Вала ю'тад биқаули ман аддаха бид'a. Бид'ат деп есептейтін адамдардың сөзіне мән берілмейді, олардың сөзіне бұл қаралмайды деп сөзін осылай айтады. Демек, бұдан біз нені түсінеміз? Бұны қолдану бір бид'ат немесе бір тозаққа апаратындай бір ондай нәрсе емес екендігі пайғамбар саллаллаху кезінде, сахабалардың кезінде, табиғиндардың кезінде болғандығы және ғалымдардың, әхлі сүнна ғалымдарының бұны құптағандығы жайында біздер дәлелдер айттық. Баршаңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.